Баршаға сәлем. Сіздермен кино ревью каналы. Бүгін Қара айна туралы фильмді айтып беретін боламын. Алдымен лайк басып, арнаға жазылып, қоңырауды баса кетіңіз. Киноның басында бізге УЗИ тексеруінде егіз сәбиді көрсетеді. Кейін кадр бірден өзгереді. Мария мектепке бару үшін дайындалып жатыр. Марк есімді жігіт болса, оны тез-тез масқара етеді. Марияның Лили есімді құрбысы бар, бірақ басқа адамдардың жанында ол Марияға мүлдем мән бермейтін еді. Қысқаша айтқанда, ол өз құрбысын жер ететін. Олар хоккейді бірге қарап тұрады. Лили мұз айдынына шығып, Марияның көз алдында жігітті шонды сүйгісі келіп қалды. Ал Мария болса оларды жай ғана қызғанышпен қарап отырады. Ол үйіне келіп отбасымен кешкі ас ішіп отыр. Әкесі бүкіл өмірін қызын басқаруға әрекет етті, бірақ анасы Эмми қызын үнемі жақтайтын болған. Эмми қызына жақында болатын бітіру кешіне өзіне сай жігітті тауып бар деп кеңес береді. Қыз болса ол жерге барғысы келмейтінін айтып, анасын тыңдамай бөлмесіне кетіп қалады. Біраз уақыттан кейін егіз жүктіліктің УЗИ суретін көріп қалады, бірақ ештеңені түсінбейді. Кейін ваннадағы айнаның алдына жайғасып, өз-өзін қандырып жатқанда, айнадағы бейнесі өз-өзінен әрекет етіп жатқанын байқайды. Қыз бұл жағдайдан қорқып дереу ваннадан жүгіріп шығып кетеді. Ертесіне таңертең бәрін әкесіне айтып беруді қалайды, бірақ Ден оны тыңдамай өзіңді тәртіпке келтір деп айтады. Мария мектепке барады. Құрбысы әдеттегідей Мариямен жүруді қаламайды. Марк болса басқа жақтан келіп қыздың аяғынан шалып масқара етіп жатқанда, Шон қыздың тұруына көмектесіп Марктың жағасынан алады. Кешкісін қыз тағы ванна қабылдауда. Біртүрлі дауыстар оған тыныштық берер емес. Кім екенін білу үшін айнаның алдына барады. Айнадан тағы сол жайды көреді. Айнадағы бейнесі өзін Эйран деп таныстырады. Бүкіл өмірін өзін Марияның жанында болғанын түсіндіреді. Мария өзінің кемшілігі толыққанды болғандай қуанады. Ол таңертең жақсы көңіл күймен оянып таңғы асын ішті. Анасы оның өзгергенін көріп таң қалды. Мектепке жақсы көңіл күймен барды, бірақ құрбысының жігітімен жасаған әрекетін көріп, қайта көңіл күйі түсті. Мектептен кейін Мария әкесінің жұмыс орнына келді. Әкесі қызының көз алдында пациентпен өте жақын қарым-қатынаста екенін көрді. Кейін олар киноға барады. Ол жерде Марк кездейсоқ соқтығып қалады. Әкесінің алдында Марияға жақсы кейіп танытады, ал әкесі іштей бірдеңе сезеді. Үйіне келе жатып қызына туылған күні жақын келе жатқанын айтып, жұмыс орнына сыйлық алу үшін ертең келуін сұрайды. Қыз келіседі. Кейін Мария егізімен тағы көріседі. Эйран оған әкесінен алыс жүруге кеңес береді, бірақ Мария әкесінің сыйлық беретініне шын сенеді. Мария ертесіне Деннің алдына келеді де сыйлық дайын ба деп сұрайды. Ал әкесі оны айнаның алдына отырғызып, мұрны картошка сияқты екенін айтып, оны кішірейтетінін және сыйлығы осы екенін айтады. Бұл сөздер қызды қатты ренжітеді. Үйге қайта салып, дереу Эйран оған оны не күтіп жатқанын жақсы білетінін айтты. Эми шу дыбысты естіп, дәретханаға кіреді. Қыздың өзімен өзі сөйлескенін түсінбейді. Оның бәрін Денге айтып береді және ұйықтағанда жаман түстер көретінін айтады. Таңертең Марияның құрбысы оған мұзда коньки тебуді үйрету үшін мұзға алып келеді. Лили Марияға мұзда сырғанапты үйретіп жатқанда Мария құлап түседі. Ал құрбысы оған тіпті мүлде көмектеспейді де. Үйге келген соң Эйранға құрбысының қандай жамандық жасап жатқанын, оны менсінбей кемсітетіні туралы айтып тұрады. Эйран қызға жақсы ұсыныс айтты. Егер Мария денені алмастыруға рұқсат берсе, ол бәрін өзі контрольде ұстап өзгертетінін айтып, оны көндіреді. Қыз айнадағы бейнесін сүйсе, олардың денесі ауысады. Эйран бостандыққа шығады. Мария оны сүймек болғанда, анасы шақырып қалады. Ал кадр қызды бітіру кешіне дайындап жатырған жеріне көшіріледі.
Мария ол жерге баруды қаламаса да анасы Эмми үшін келіседі. Ол коньки тебуді білмейді, дуалдан алыстауға қорқып тұр. Кенеттен Шон пайда болып, оны биге шақырады. Олар билеп жатқанда Мария алыстан Лилиді көріп құлап түседі. Шон оған көмектеспекші болғанда Лили оның өтуіне жол бермейді. Марк оған көмек қолын созады, бірақ бәрінің көзінше қызды сүйреп мұздан шығарып тастайды. Жан-жақтағылар оған көмектесудің орнына үстінен күліп тұрады. Соң Мария үйіне асығып денені алмастыруға шешім қабылдайды және айнадағы бейнесін сүйеді. Эйран бостандыққа шығады. Эмми әдеттегідей Марияны туып жатқандағы түсін көреді, бірақ бұл жолы түсіне жаңа оқиғалар қосылған. Ертесіне Эмми Марияның әрекеті жақсы жаққа өзгергенін бірден байқайды. Бұл Эммиға қатты ұнайды. Мектепке келіп Марктың құлағына бір нәрсені сыбырлап кетеді. Шон оны көріп, одан не дегенін қызығып сұрағанда, кейін Шонның құлағына сол сөздерді сыбырлап айтады. Лили оларды көріп, кешегі күн үшін олардан кешірім сұрайды. Ал Эйран болса одан коньки тебуін үйретуді сұрайды. Лили оған бірден келісімін береді. Сабақтан кейін әкесінің жанына барады. Ден операцияға кіріп кеткенде, Эйран хатшыны алдап, әкесінің қыз досына қоңырау шалып, оны шақырады. Олардың бәрін Эйран анасының әкесінің көңілдесі барын білуі үшін жасады. Эмми лифтте ол әйелді кездестіріп, күйеуінің басқа ойнасы бар екенін білді. Кешкісін Эйран әкесінің қайда екенін білсе де анасынан тіке сұрайды. Эмми оған бұл түнді әкесі жұмысында өткізетінін айтқанда, Эйран әкесінің көңілдесі барын білетінін айтып анасын ренжітеді. Эйран ол жезөкшеден кек алатын уақыт келгенін айтты. Эмми оны шапалақпен ұрып, кейін дереу кешірім сұрайды. Кейін қызыныкі дұрыс екенін айтады. Эйран айнаның алдына барады. Мария өз достарымен бұндай мәміле жасамауын сұрайды. Бірақ Эйран бұл әрекеттер үнемі Марияға жетпегенін және сол үшін достары оны мазақ ететінін айтады. Ертесіне барлығы кеткеннен соң Маркты шешіну бөлмесіне шақырады. Ол жерде оған бірнеше приемдарын көрсетіп, өзінен ұзақ жүруіне кеңес береді. Кейінгі кезек құрбысына келді. Олар коньки тебу үшін мұзға барды. Марияның мұзда мінсіз ұшуынан Лили таң қалып қарап тұр. Ол қай кезде бұлай ұшуды үйренгенін түсінбей тұр. Эйран оған суық қарап жақындап келеді. Лили қорқып одан қашуға әрекет жасайды және жылдам конькимен қашады, бірақ байқаусызда қағылып бетонға баспен құлайды. Және дәл сол жерде жан тапсырады. Эйран полицияға өзін жылаған кейіп танытып бәрін баяндайды. Ертесіне болған жағдайды Марияға айтады. Бұны естіген Мария шокта. Эйран оған сондай болуы керек деп жауап береді. Мария сол мезетте денені алмастыруды сұрайды, бірақ Эйран бұған келіспейді. Ол әлі көп істер бар екенін меңзеп Шонның үйіне Мария үнемі армандаған, қалаған нәрсені жасау үшін келді. Басында Шон қашқақтап келіспеуге әрекет қылады, бірақ Эйран алдап арбап онымен бірге бір түнді өткізеді. Кейін ол Денмен қымбат ресторанға барады. Ол жердегі тағамдары тәртіпсіз жеуді бастайды. Әкесі қызбен дұрыстап тамақтануын сұрайды. Бірақ ол әкесінің ашуын келтіру үшін қолын столға қояды. Ертесіне ол Шонмен тағы кездесуді бастайды. Олар Шонмен бірге сабақтан қашады. Кейін Эйранның үйіне дем алу үшін келеді. Эмми болса, олардың ара қатынасын сезеді. Эйран анасына бұл нәрселерді жай ғана достық екенін айтып түсіндіреді. Және Шон екеуі бөлмесіне кіріп кетеді. Ертесіне мектепке кіруден алдын машинадан бірнеше полиция қызметкерлерінің түсіп жатқанын байқайды. Неге екені белгісіз Шон көлікті басқа жаққа айдауға көндіреді. Екеуі қонақ үйге келеді. Ол жерде Шонға анасы қоңырау шалып, мектепте Марияны полиция іздеп жатқанын айтады. Бұл сөздерден кейін Шон кетпекші болғанда Эйран оны сөзге айналдырып, енді Лили жоқ, неге сонша көңіліңді түсіресің деп қызығады. Шон не болғанын іштей сезіп бастағанда Эйран оның басынан бутылкамен ұрып өлтіреді. Оқиға өткен күнге қайтарылады. Ол Марияның егізек сіңлісі барын көрсетіп, әкесі ұнатпағандықтан жай ғана екінші сыңарын қарға көміп тастағанын көрсетеді.
Эйран Деннің жанына барады, киімдерін бірінен соң бірін шешіп тастайды. Денге бір сұрақ қояды: егер басқа түрмен туылғанда оны жақсы көрер ме едің деп сұрайды. Әкесі оған «я» деп жауап береді. Өлімнен алдын не үшін одан екінші қызды қабылдай алмағанын сұрап үлгерді. Кейін қыз өз үйіне қайтты және Эммидің жанына жатады. Бұл кадрлар сол күннен бастап екі әпкелі сіңлі бір болып қалады. Фильмді комментарияда өз пікіріңді жазып қалдырыңыз. Менің еңбегім үшін лайк басып қоюды ұмытпаңыз. Каналға тіркеліңіз. Сіздермен бірге болған Кино Ревью каналы. Кейінгі видеоларда көріскенше сау саламатта болыңыздар.